Сәлем, достар. Бүгін еліміздегі көп ананы алаңдатқан маңызды тақырыпты талқылаймыз. Желіде тараған көп балалы аналарға берілетін жәрдемақы тоқтатылады деген ақпарат халық арасында үлкен резонанс тудырды. Осыған байланысты еліміздің танымал әлеуметтік саясаткері, экс-вице-министр Светлана Жақыпова өз пікірін білдірді. Шудың шығу себебі жақында әлеуметтік желілерде көп балалы аналарға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар тоқтайды деген қауесет тарады. Бұл мәлімет көп балалы аналар арасында қорқыныш пен түсінбеушілік тудырды. Ел арасында үкімет көмектен бас тарта ма деген сұрақтар көбейді. Светлана Жақыпованың жауабы. Светлана Жақыпова бұл мәліметке нақты жауап берді. Ол, көп балалы аналарға арналған жәрдемақы бұл әлеуметтік әділеттіліктің көрінісі. Мұндай қолдауды тоқтату мемлекеттің өз халқына жасаған қиянаты болар еді. Сондықтан да мұндай шешім қарастырылып жатқан жоқ деп мәлімдеді. Сондай-ақ ол қазіргі уақытта керісінше жәрдемақыны жетілдіру, әділ үлестіру және нақты мұқтаж жандарға бағыттау жұмыстары жүріп жатқанын айтты. Жәрдемақы жүйесіне қандай өзгерістер болуы мүмкін? Жақыпованың айтуынша, қазіргі таңда үкімет жанұялық және әлеуметтік көмекті тиімді етудің жолдарын қарастыруда. Яғни, жәрдемақы нақты табыс деңгейіне қарап үлестірілуі мүмкін. Әлеуметтік көмек тек тіркелген, ашық табысы бар отбасыларға бағытталуы. Ең мұқтаж көп балалы аналарға қосымша көмек қарастырылуы мүмкін. Бұл дегеніміз, барлық жәрдем тоқтамайды, тек жүйе әділетті болу үшін өзгеруі мүмкін. Аналардың пікірі. Көп балалы аналардың бір бөлігі бұл жаңалыққа алаңдаулы. Олар, біз осы жәрдемақының арқасында бала шағамызды бағып отырмыз. Егер тоқтатса, қайда барып күн көреміз? деп уайымдарын білдіруде. Басқалары болса, жүйенің жетілдірілгенін құптайды. Расында, жәрдемақыны тек көп балалы деген аты бар, бірақ табысы жоғары отбасыларда алып жүр. Әділетті жүйе керек дейді олар. Светлана Жақыпованың сөзіне сенсек, көп балалы аналарға арналған жәрдемақы тоқтамайды, тек жақсартылып әділетті жүйе құрылады. Халықты адастыратын жалған ақпараттарға сенбеу керек. Ресми дереккөздерге ғана жүгінейік. Сіз қалай ойлайсыз, көп балалы аналарға берілетін жәрдемақы жүйесі қандай болу керек? Пікіріңізді төменге қалдырыңыз. Мемлекет пен халық арасында сенім болу үшін ашық ақпарат қажет. Біз осындай маңызды тақырыптарды бірге талқылаймыз. Біздің арнаға жазылып, пікір білдіруді ұмытпаңыз.